안녕 여러분, сіздермен бірге сен скорен, яғни сен сүйетін хангуго курсы. Мен сіздерге курсты бастамас бұрын алдыменен айтарым, корей тілінде жақсы сөз бар. Шизагын пан деген, яғни бастама нәтиженің жартысы деген сөз. Сіз енді осындай корей тілін үйренуге бел байлап жатқандықтан, марафонға, курсқа қатысып жатқандықтан, сіздің жүрек түкпіріңізде Кореяға қатысты бір арманыңыз бар екені белгілі. Кореяда жұмыс істеу, Кореяда оқу, Кореяға саяхаттау деген секілді, немесе кәріс тілінің переводчигі болу. Енді осындай тілді үйреніп бастаған сіздің іс-әрекеттеріңіз, ол сол арманыңызға жартылай жеттіңіз деген сөз. Сіздерді осындай армандарыңызға жартылай жетулеріңізбен және бастамаларыңызбен құттықтаймын. Олай болса, осындай жақсы көңіл күйде өзіміздің сабағымызды бастайық. Жалпы хангыл кәріс алфавитін 15 ғасырда король Седжонгтың бұйрығымен жасалған болатын. Олар оған дейін Қытай иероглифтермен жазды, сондықтан қарапайым халық мүлдем жазу білмейтін. Сол себепті қарапайым халыққа жазу сызуды үйрету үшін осы 15 ғасырда хангыл ойлап табылды. Хангыл бар жоғы 40 қана әріптен тұрады, оның 21-і дауысты және 19 дауыссыз әріптен тұрады. Мынаның мысалы мен 21 дауысты екенін былай жаттадым. Қазақ тілінде 12 дауысты бар ғой, сонда 12-нің орнын ауыстырсаң 21. Сол қазақ тілімен салыстырып, яғни 21 дауысты, 19 дауыссыз бар. Ол дауысты әріптерді мом деп атайды. Бізде 21 дауысты. Ол дауысты 21 әріптің 10-ы қарапайым және қалған 11-і дифтонгтар, яғни күрделі дауыстылар екі қарапайымдының қосындысынан жасалған. Келесі дауыссыз әріптеріміз бізде чаым деп аталады. Саны 19, оның 19-дің 10-ы қарапайым, 5-еуі деммен айтылатын, яғни жеңіл х деген әріп қосылып айтылады соңында, және қалған 5-еуі жоғары интонациямен айтылатын дыбыстар екен. Мінекей соңғыларынағар. Біздің хангыл дегеніміз осы. Сонымен бірінші дауысты әріптерден бастайық. Сонымен бірінші қарапайым дауыстыларға тоқталайық. Қарапайым дауыстыларды түсіну оңай болу үшін оның өзін екіге жіктейміз, яғни екіге бөліп алайық. Қарапайым дауыстылардың өзі жалпы екі ғана қарапайым дауыстыдан екі негізгі қарапайым дауыстыдан жасалады. Бізге алдымен сол екеуін біліп алу керек. Яғни біздің ең бірінші қарапайым дауыстымыз ол мынандай бір горизонтальный сызық әріпі. Ал екінші негізгі қарапайым дауыстымыз ол мынандай вертикальный сызық әріпі. Ал енді қалған барлық 10 қарапайым дауыстымыз осы екі негізгі қарапайым дауыстының әріпінің үстіне және астына, әріпінің сол жағына және оң жағына қысқаша таяқшалар жалғану арқылы қалған әріптеріміз жасалады. Сонымен 10 қарапайым дауыстының ең алғашқы әріпі әріпі болды дедім. Біз осы қарапайым дауыстыларды ұғыну оңай болу үшін мыналарды қараңыз. Мынау вертикальный сызықтан жасалғандықтан, бұларды горизонтальды сызықтан жасалғандықтан, осы әріпінен жасалған әріптердің барлығын біз жатып тұр, жататын әріптер деп атайық. Жататындар. Ал мына әріпі көріп тұрғандарыңыздай жоғарыдан төмен тұрып тұр, вертикальды. Сондықтан бұл әріпінен жасалатын әріптерді біз тұратындар деп алайық. Жақсы, кеттік. Жататын әріптердің ең алғашқысы әріпі болды. Әріпінің қазақ тіліндегі біз білетін дан айырмашылығы, біздің ымыз ұзағырақ айтылады, деп. Ал кәріс тілінің ысы қысқа ғана, жазылу реті осылай. Солдан оңға қарай бір сызық жазылу реті. Былай, бір. Осылай ғана жазылады. Келесі, екінші қарапайым әріпіміз осы әріпінің жоғарғы жағынан қарапайым қысқа таяқша сызылу арқылы жасалады. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Бұл әріп бізде әріпі. Жазылу реті жоғарыдан төмен қарай бір сызық, солдан оңға қарай бір сызық.
Яғни кәріс алфавитінің өзіндік жазылу реті бар. Ол жоғарыдан төмен, солдан оңға қарай деген ретпен барлық әріптер осы ретті сақталып жазылады. Бұл оның қазақ тіліндегі одан негізі ешқандай айырмашылығы жоқ, бірақ прям идеальны айтамын десеңіз, онда сіз мысалға біреуге ренжігенде ерніңізді алға бұртитасыз ғой. Тура сол секілді ерніңізді бұртитып тұрып, ерніңізді сол қалыпта ұстап тұрып о деп айтсаңыз, тура осы әріп шығады. Мысалға о. Бірақ тілді үйренудің бастапқы стадиясында, бастапқы легінде оған қатты көңіл бөліп керек емес, кәдімгі біздің қазақ тіліндегі омен бірдей айта берсеңіз болады. О, иә? Үшінші әріпіміз ы әріпін сызамыз. Ендігі жолы осы ы әріпінің жоғары жағынан бір емес, екі таяқша келеді қысқа. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бұл бізде йо әріпі. Бұл йо әріпінің жазылу реті жоғарыдан төмен қарай бір сызық, екінші және үшінші. Жазылу түсінікті болды, иә? Йо. Бұл йо әріпі мына и және оның қосындысынан жазылған негізі. Қараңыз. Ио. Сонда йо шығады. Йо. Йо әріпі. Келесі төртінші әріпіміз. Осы ендігі жолы ы әріпін сызамыз да, ы әріпінің астынан қарапайым кішкене таяқша келеді. Қысқа. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жазылу реті бұлай солдан оңға қарай бір таяқша, жоғарыдан төмен қарай екі таяқша. Жазылу реті осылай. Бұл бізде у әріпі. Бұның орыс тіліндегі, қазақ тіліндегі біз білетін удан еш айырмашылығы жоқ, сондықтан оңай, у. Келесі бесінші әріпіміз. ы әріпін сызамыз, горизонтальды сызығымызды, астына қарапайым екі таяқша төменге. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бұл бізде ю әріпі. Ю әріпінің жазылу реті солдан оңға қарай бір таяқша, жоғарыдан төмен қарай 2, 3. Яғни 1, 2, 3. Ю әріпі, иә? Сонымен, мына ы, яғни осы бір горизонтальды сызықтан бізде 5 қарапайым әріп бар екен жасалатын. Олардың барлығы қарап тұрсаңыз, бұлай негізгі сызықтары жатып тұр, иә? Сондықтан бұл әріптерді біз жататындар деп алайық. Немесе өзіңізге ыңғайлы, мынау горизонтальды сызық болғандықтан горизонтальды әріп деп айтсаңыз болады, болмаса жататын әріп деп айтсаңыз болады. Мына бесеуіне. Келесі и әріпі. Бізде екі негізгі әріп бар дедім ғой, біреуі ы әріпі, біреуі и әріпі. Алғашқы 5 қарапайым әріпіміз ы әріпінің үстіне және астына таяқшалар жалғану арқылы жасалды. Келесі қалған 5 қарапайым әріпіміз мына и әріпінің сол жағына және оң жағына қысқа таяқшалар жалғану арқылы жасалады. Сонымен біздің алғашқы тұратын әріпіміз ол и әріпінің өзі болды. 1, 1, 1. Яғни и. Біз білетін идан ешқандай айырмашылығы жоқ. Жазылу реті жоғарыдан төмен қарай бір сызықша. И. Вертикальды сызықша. Келесі екінші әріпіміз осы и әріпінің оң жағынан бір қысқа таяқ жасамыз. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Бұл бізде болады а әріпі. А. Жоғарыдан төмен қарай бір сызық, солдан оңға қарай екі сызық. Жазылу реті осылай. А. Үшінші әріпіміз ендігі жолы бір сызық, и әріпі. И әріпінің оң жағынан енді екі таяқша келеді. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бұл бізде я әріпі. Я. 1, 2, 3. Жазылу реті осылай. Я. Келесі төртінші әріпіміз
осы и әріпінің ендігі жолы оң жағынан қысқаша таяқшалар келеді. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Бұл бізде о әріпі. Бірақ мына жердегі о әріпінен бұл кішкене айырмашылығы бар, басқаша о. Сондықтан үстіне мынадай черточка таяқша қойып қояйық. Бұның оқылуы қазақ тіліндегі о әріпіне келеді. О. Бұл әріпті оқыған кезде сіз езуіңізді, бізде қазақ тілінде әріптер бар, еріндік әріптер және езулік әріптер. Еріндік әріптер мысалға ерніңіз алға қарай шығарылып айтылатын. О, ө, у деген секілді. Және езулік әріптеріміз ол и, яғни сіздің езуіңіз артқа, құлаққа қарай тартылып айтылатын езулік әріптер. Ал мынау біздің о әріпі езулік әріп. Езулік. Қасына бүйтіп езулік деп жазып қойыңыз. Яғни мынау одан айырмашылығы, мынау о бізде еріндік о. О, ерніңіз алға шығып айтылады. Мынау о бізде езулік о. Яғни бұл әріпті айтқан кезде сіз элеватор дегенге келетін деген әріпті айтатын секілді қылып аузыңызды келесіз де, бірақ о деп айтасыз. Мысалға а. Яғни бүйтіп қойып, езулік деңізде әріпін қойып қойыңыз. Осы әріпін айтатын секілді етіп ерніңізді керіп, айтайын деп атырмын деп ойлайсыз да, ерніңізді керіп тұрып, о дейсіз. Түсінікті болды, Келесі 5-ші әріпіміз. Осы и әріпінің сол жағынан 2 таяқша келеді. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бұл бізде йо әріпі, бірақ мына жердегі йодан тағы да айырмашылығы ол езулік. Яғни бұл йомызда ерніміз алға шығарып айтылмайды, керісінше ерніміз құлаққа қарай тартылып, артқа қарай кетіп айтылады, созылып. Бұнда әріпін айтатын секілді ерніңізді керіп тұрып, йо деп айтсаңыз шығады. Йо. Міне, айырмашылығын қарайық. О, йо, о, йо. Жазылу реттеріне келетін болсақ, солдан оңға қарай бір сызық, жоғарыдан төмен қарай 2 сызық. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Йо. Осымен біздің алғашқы 10 қарапайым әріпіміз бітті. Біз енді келесі күрделі әріптер, яғни дифтонгтарға көшпес бұрын, осы өткен 10 қарапайым әріпімізді жаттаудың әдісіне, қарапайым лайфхактарға тоқталып кетейін. Жоғарыдағы бірінші әдісіміз бізде мынадай әріпінен үстіне және астына жазылған әріп бар, бірінші лайфхак тек. Мынау әріпі, оның үстіне таяқша жалғанса, ол о әріпі болады дедім. Ал мына әріпінің астына таяқша жалғанса, ол у әріпі болады дедім. Осы екеуін қалай? Қайсы о, қашан о, үстіне жалғанғанда о ма, астына жалғанғанда о ма? Біз шатасуымыз мүмкін, алғаш үйреніп жатқан кезде, сондықтан мынадай тәсіл бар. Сіз өзіңізге бір нәрсе ұнаған кезде, былай істесе, во. Қолыңызды жоғары көтеріп, во деп айтасыз қой. Мысалға, во ұнаған кезде. Ал өзіңізге бір нәрсе ұнамаған кезде, сіз фу деп, яғни бас бармағыңыз төмен түсіріп айтасыз. Фу. Көрдіңіз ба? Яғни бас бармағыңыз жоғары көтеріп айтқан кезде, во. Яғни палочка жоғары кеткенде, ол во. Сізге ұнап жатыр бір нәрсе. Ал палочка төмен кеткен кезде, фу. Яғни бас бармағыңыз төмен кеткен кезде, сіз бір нәрсе ұнамаған кезде, бас бармағыңыз төмен көтеріп фу дейсіз ғой. Сол кезде бас бармақ төмен түскенде фу деген дыбыс шығады. Ал бас бармақ жоғары көтерілгенде во деген дыбыс шығады. Яғни сіз айтасыз, мынаны бас бармақ деп ойлайсыз да, жоғары көтерілгенде во, яғни о әріпі. Ал бас бармақ төмен кеткенде фу деген дыбыс шығарасыз ғой, фу. Яғни мынаны бас бармақ деп аласыз да, ол төмен кетіп тұр, яғни фу болу керек, яғни у деген әріп. Осындай тәсіл. Мен сіздерге оны бағдарламада смайликтермен беріп қойғанмын. Сіздерге тағы да бір
айтарым, осыны қарап отырған кезде бағдарламаны міндетті түрде шығарып алып, видеоны қарап, бірге қарап отырыңыздар, жақсы ма? Жазатын жерлерін бірден жазып, орындап, сол бағдарламаны шығарып аласыздар. Шығарып алуға мүмкін болмаған жағдайда ғана басқа мына видеоны 1 соткамен көріп отырсаңыз, екінші бір девайспенен ол бағдарламаны міндетті түрде ашып отырыңыз, жақсы ма? Менің айтқанымды қарап, әрі бағдарламаны бірге қарап отырсаңыз, түсіну оңай болады. Келесі, бұл бірінші лайфхагымыз. Екінші лайфхагымыз, мынадай лайфхаг бар. Біз жаңа қарапайым 10 дауысты әріпті айттық қой. Сол 10 дауысты әріптердің барлығы бізде қазақ тілінде бар, иә? Яғни сол әріптерменен, сол әріптер кездесетін сөздерді жазып, өзіңіздің ойыңызға бірінші қандай сөз келеді, соны жазу арқылы жаттауға болады. Мысалға, бірінші бізде деген әріп болды, иә? Жататын әріптерден мынау жататындар. Тұратындар. Тұратындар бізде вертикальді идан жасалған. Жататындар бізде жататын ыдан жасалған. Енді бірінші әріпіміз еді ғой, жататын әріп. Мен мысалға ойыма бірден қазақ тіліндегі ыдыс сөзі келеді. Ыдыс. Яғни сіз дысқа қарайсызда, мына әріптің қандай әріп екенін ұмытып қалсаңыз, дысқа қарап, ыдыс. Яғни екен ғой деп аңғарып аласыз, иә? Екінші бізде әріпі болатын, иә? Маған дегенде бірден қазақ тіліндегі ожау сөзі келеді ойыма. Сіз өзіңіздің ойыңызға қандай сөз келеді, соны жаза қоясыз. Яғни жау дегенге қарайсызда, әріптің екені бірден есіңізге түседі. Осылай көп ыдыс болсын, ырыс болсын, қандай ыдан басталатын сөздер келеді, соның барлығын әріпін осылай кәріс тіліндегі алфавитпен жазып шықсаңыз, сіздің ойыңызда сақталып қалады. Үшінші әріпіміз бізде еді ғой. Йоға мысалға маған елка. Ылкаға қарайсызда, әріп екен деп есіңізге түседі. Төртінші бізде әріп етін. Ға мысалы маған уақыт сөзі келеді. Уақыт. Ақытқа қарайсызда, мынаның екен есіңізге түседі. Уақыт. Яғни өзіңіз білетін бүкіл сөздердің дауысты әріптерін осы дауыстыларға Корея алфавитіне ауыстырып жазсаңыз, ол бір көмегі тиеді. Келесі, бесінші әріпі еді, иә? Десе маған мысалға бірден юрист келеді. Юрист. Болмаса, орыстың есімі, иә? Юра келеді. Юра. Келесі, бізде тұратын әріптер. Тұратын әріптердің алғашқысы өзі әріпі еді, иә? Әріпіне маған бірден ине келеді. Ине. Тағы да бір айта кетерім, кәріс тілінде бізде мынандай икратки жоқ, ол тек нада ғана бар. Нада ине. Келесі, сондықтан ине сөзін алып отырмын, иә? Нада жазған кезде бұл екі әріп болып жазылады. Мысалға, айжан деген сөз бар ғой. Ай дегендегі имыз нандай имен жазылады. Айжан деп. Негізі айжан 2 буын, иә? Мына жерде 3 буын болып кетіп тұр. Оны буын жазған кезде, буынды өткен кезде толық түсіндіремін. Сонымен келесі. Екінші идан жасалған әріпіміз еді, иә? Аға мысалы маған айна сөзі келеді. Үшінші әріпіне мысалға маған яна. Орыстың есімі, иә? Яна. Келесі, болмаса былай істеуге болады. Обязательно басында келу міндетті емес, мысалға Әлия, иә? Әлияны мынаумен жазып қойыңыз. Әлия. Сізге жаттауға лайфхак. Төртінші, мысалға ол әріпі еді. Бұл әріпі мен сіздерге айттым, қазақ тіліндегі әріпіне ұқсайды, бірақ толық емес. Ол әріпті айтудың ерекшелігі жаңа айтылды, иә? Немесе деген секілді езулік әріптерді айтатын секілді ерніңізді керіп, жағыңызды керіп, деп айтасыз. Яғни ға келіп тұрғандықтан мен қазақ тіліндегі ұры сөзін алдым. Ұры, яғни ұры. Бесінші әріпі болатын, иә? Йоға мысалға ежик. Мына жердегі ежик деген сөздегі әріпі ол бізде негізі мына ғой, елкадағы. Ал мына бізде
қандай йо еді? Езулік йо. Бірақ сонда да енді езулік йо қазақ тілінде, орыс тілінде жоқ болғандықтан осылай осы сөзбен жазып қойдық, иә. Бірақ сіздер оны черточка қойып, оның басқаша оқылатындығын біліп отырсаңыздар болды. Яғни тағы да үшінші жоғарыда айтып өткен лайфхак. Үшінші лайфхагымыз, сіз ұмытпау керексіз мына қай әріптерді? Сіз мына әріптерді ұмытпау керексіз. Екі о бар бізде, иә. Біреуі жататын о, біреуі тұратын о, немесе горизонтальный о, вертикальный о. Екі йо бар бізде. Жататын йо, тұратын йо, немесе горизонтальный йо, вертикальный йо, иә. Бұл екеуінің айырмашылығы, сіз осылай екеуін бірге қатар жазып қойасыз да, мына екеуін үстіне жазып қойыңыз, олардың еріндік екенін. Сөйтіңізде ө әріп, яғни ерніңіз алға шығарып айтылады. О, йо, өзіңіз қазбемен қосылып айтып көріңіз. О, йо, яғни ерніңіз алға шығып жатыр, иә. Ал мына әріптер екеуі езулік әріптер, езулік. Яғни сіз оны менімен қосылып айтып көріңіз. Элеваторге келетін е әріпін айтатын секілді, болмаса әріпін айтатын секілді, ерніңізді керіңізде о деп айтыңыз. О, йо, йо. Мынадай не бар? Практикалық осыны үйренуге, мысалға сіз е әріпін айтып келе жатасыз да, о деп айтуға болады. Мысалға о, о, о. Бірден оға ауыссаңыз, мына тура осы сізге керек әріп шығады. Болмаса йо, 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 о, йо, йо. Түсінікті ғой, иә? Езулік. Жақсы. Сонымен біздің қарапайым дауыстыларымыз аяқталды. 10 қарапайым дауысты бар екен, иә? Ол 10 қарапайым дауысты екі негізгі әріптен жасалады екен. Біреуі екіншісі и. Және олардың барлығы біреуі әріпінің үстіне және астына қысқа таяқшалар жалғану арқылы жасалса, қалған бесеуі и әріпінің оң жағына, сол жағына қысқа таяқшалар жалғану арқылы жасалады. Осымен қарапайым дауыстыларымыз бітті. Келесі дифтонгтар. Дифтонгтар дегеніміз, олар екі қарапайым дауысының қосындысынан жасалған күрделі әріптер. Яғни 11 дифтонг бар дедік, иә, бізде 11 дифтонг бар. Ол 11 дифтонг дегеніміз екі қарапайымның қосындысынан жасалған күрделі әріптер. Сонымен бұл 11 күрделі әріпті үйрену оңайға соғу үшін мен сіздерді оларға өте әртүрлі жазылғанменен бірдей болып дыбысталатын әріптер бар. Солайша топ-топқа бөліп үйретемін. Бірінші, бізде 4 әрпі бар. Төртеуі де е деген дыбыс болып оқылатын 4 әріп бар. Соның ең алғашқысы а және и әрпінің қосындысынан жасалған а және и. Бұл деген әріп. Жазылу реті жоғарыдан төмен қарай бір сызық, 2, 3, е әріпі. Келесі екінші е әріпіміз о деген әріптің және и әріпінің қосындысынан жасалған. Бұл бізде тоже е әріпі, бірақ элеватор дегендегі е. Жазылу реті бір сызық, 2, 3. Жазылу реті осылай. Үшінші әріпіміз йо және и әріпінің қосындысынан жасалған. Бұл бізде е деп дыбысталады. Жазылу реті жоғарыдан төмен қарай бір сызық, 2, 3 және 4. Қарап отырсаңыз, бұл йо және и деген әріптің қосындысынан жасалған, иә? Келесі төртінші е деп дыбысталатын дифтонг, ол йо и. Мынау я и, мынау йо и. Бұл бізде
Е деген әріп. Е. Жазылу реті 1, 2, 3, 4. Яғни корей тіліндегі әріптер солдан оңға, жоғарыдан төмен қарай деген ретпен жазылады дедім иә? 1, 2, 3, 4. Е. Қарау. Е, Е. Бірақ бұл қазір кәріс тілінде бүкіл тіпті кәрістердің өзі мынандай ажыратып айтып жатпайды. Оны бірдей Е деп айта салады. Е немесе Е. Сондықтан осы 4 әріпті жаттап алсақ, барлығын Е деп оқи бересіз, иә? 4 алғашқы дифтонгымыз бірдей болып оқылатын. Келесі бізде 3 әріп бар. Үшеуі де В деп оқылады. Бұл 3 әріптің алғашқысы мынадай О деген әріп және мына Е, бірінші Е тұр ғой, сол екеуінің қосындысынан жасалады. Яғни В. Жазылу реті 1, 2, 3, 4, 5. В. Бұны былай жазып қойға болмайды, иә? Оны бір бөлек, ені мынаяққа бір бөлек. Олай болса 2 әріп болып қалады. Бір әріп болу үшін міндетті түрде осылай бір әріпқа қосып жазу керек. В деген дифтонг. Екінші өеміз бізде У әріпіменен мынадай Е, мына Енің қосындысынан жасалған. Ол да В. Жазылу реті 1, 2, 3, 4 және 5. 1, 2, 3, 4, 5. В. Біздің У әріпімізбен қарапайым мына Е дифтонгының қосындысынан В деген дифтонг жазылды. Үшінші дифтонгымыз бізде мынадай О және И әріпінің қосындысынан жасалған В дифтонгы. В. Жазылу реті 1, 2, 3. В әріпі. Бұл осы 3 әріпті В болып оқылатын жаттап аламыз. Сосын біздің қалған дифтонгтарымызды айтпас бұрын, олардың барлығы мынадай не О әріпінен, не У әріпінен жасалады. Яғни О, не У. Кез келген келесі дифтонгтар осы 2 әріптің біреуінен жасалады екен. Бірақ мына әріптен жасалса да, У әріпінен жасалса да, У әріпінен жасалса да, ол бастапқыда міндетті түрде У болып оқылады. Түсінікті ғой, иә? Мынадай О болса да, У болса да, сіз оны бұл дифтонгтардың құрамында келгенде У деп оқиды екенсіз. Мысалға, бірінші, мына жердегі 4 алғашқы дифтонгымыз кетті. Мына жерде 3 келесі дифтонгымыз кетті. Келесі бізде мынау 7 болды. Қалған 4 дифтонгымыз қалды, иә? Оның сол 4-еудің алғашқысы О және А әріпінің қосындысынан жасалған Уа дифтонгы. Уа. Яғни қараңыз. 1, О, А әріпінің қосындысынан Уа. Жазылу реті 1, 2, 3, 4, Уа. Келесі дифтонгымыз У және И әріпінің қосындысынан жасалған Ви. Мына жерде қараңыз. О әріпінен басталып тұр, келесі әріпі А. Одан басталса да ол У болып оқылады дедім. Келесі әріпі А, значит Уа. Бұлардың қиындығы жоқ, себебі осы 2 әріптің жеке-жеке оқылуын білсеңіз болды, екеуін қосып оқи саласыз. Уа. Мынау бірінші әріпіміз У, екінші әріпіміз И. Қоссақ Ви. Жазылу реті 1, 2 және 3. Ви. Келесі әріпіміз бізде У әріпінің және О әріпінің қосындысынан жасалған О деген әріп. Жазылу реті 1, 2, 3, 4.
о әрпі. Яғни біріншісі міндетті түрде, мына дифтонгтардың біріншісі міндетті түрде о болып, о болса да, у болса да міндетті түрде у болып оқылады дедім, иә? Яғни сіз оны бірінші әріптің у екенін білесіз, екінші әрпі қалай оқылады, соған қарап әріптің толық оқылуы шығады, иә? Мысалға у, 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 и, мына жерде негізі уи болу керек еді, өйткені екінші әріп и ғой, бірақ болып тұр. Оның айырмашылығын қазір сіздерге қалай жаттау керек екенін түсіндіремін. Келесі уа, уи, о, және ең соңғы 11-ші дифтонгымыз бізде ы және ый әрпінің қосындысынан шығады. Ый. Жазылу реті 1, 2. Ый әрпі. Ый. Бұның әртүрлі оқылуы бар. Кейде е деп оқылуы мүмкін, кейде и деп оқылуы мүмкін. Оны оқылу кезінде түсіндіремін. Оқылу ережелері кезінде. Пока бұл әріптің ый деген дифтонг екенін білсеңіз болды. Келесі бізде мынадай. Түсінікті болды ғой, иә? Мына жердегі мына төртеуінен басқа мына қалған дифтонгтардың барлығы не о деген әріптен, не у деген әріптен басталады, иә? Ыйды санамаған кезде. Яғни одан басталса да, удан басталса да, сіз оны міндетті түрде у деп оқу керек екенсіз бірінші әріпін. Сосын екінші әріпіне қарап ориентировка жасайсыз да, әріпті толықтай қалай оқитын керек екендігі шығады. Енді мынадай нәрсе бар. Бізде екінші әріпі и болатын екі әріп бар. Ол мынау о-и және у-и. Мына о-иді біз оқиды екенбіз. Қалай? Уе деп. У-иді оқиды екенбіз. Уи деп. Енді екеуінің қалай ажырату керек? Екеуінде де екінші әріп и. Бірінші әріпі біреуінде о, біреуінде у. Екеуін қалай біз ажыратамыз? Мысалға, мына жерде екінші әріптері бірдей, тек екінші әріпіне қарап ориентировка жасауға болады, иә? Яғни мына бірінші әріпінде бізде сызық қайда қарап тұр? Жоғарыға қарай кетіп тұр, иә? Екінші әріпімізде сызық бізде төмен қарай кетіп тұр, яғни вниз. Мына жерде вверх, яғни вверх, ве. Яғни мына әріпке қарап, вверх дегендегі е әріпіне қарайсызда, мынаны уе болып оқылатын. Яғни, мынадай екінші әріпі и, бірінші әріпі мынандай у және о болып келетін әріптерді ажырату үшін, яғни палочкасы жоғары кетіп тұрса, значит, вверх, ве, я? Ал палочкасы төмен кетіп тұрса, вниз, яғни уи, вниз. Вниз дегендегі и мен уи дегендегі иді, мына жерде вверх дегендегі мен уе дегендегі ені осылай ориентировка жасауға болады, яғни палочка вверх кетіп тұр, яғни уе, вниз кетіп тұр, яғни уи. Осындай лайфхак бар жаттауға. Сонымен біздің 11 дифтонгымыз осы. Енді бұл 11 әріпті сіңіру үшін 11 дифтонгқа да әрқайсының кәріс тіліне мысалға сөйлемдер келтіріп кетейін сіздерге. Ең бірінші дифтонгымыз бізде қандай дифтонг болды? Е деген дифтонг болды, иә? Бұған мысалға ке, ит деген сөзді жазып алсаңыз болады. Екінші дифтонгымыз бізде о және идан жасалған, тоже е дифтонгы болды. Бұған мысалға біз не, я, кәріс тіліндегі я деген сөз, не. Үшінші әріпіміз бізде я әріпінен және и әріпінің қосындысынан жасалған е. Оған мысалға еги, әңгіме. Сіздер видеоны тоқтатып, көріп отырған кезде қосылып, бірге жазып, менімен бірге дыбыстап отырыңыздар, жақсы ма? Келесі әріпіміз, төртінші еміз, йо және идің қосындысынан е. Бұған мысалға кезол, мезгіл, жыл мезгілдері дегендегі мезгіл. Бесінші әріп бізде дифтонгымыз, мына жерге төбесіне дифтонгтар деп жазып қойыңыз. Дифтонгтар, 11 дифтонг, әрқайсына мысал келтіріп жатырмыз, иә? Так, бесінші дифтонгымыз бізде уе еді ғой. Уеге мысалға уегугин.
Сіз Кореяға барсаңыз, сіз 외국인 боласыз. 외국인 иностранец. Шетелдік деген мағынаны білдіреді. 6-шы бізде 왜 деген сұрақ бар. Неге деген, неге? Келесі 7-ші дифтонгымыз бізде мынау болды, 왜. Бұл ға мысалға ағылшынның сөзі, жалпы ағылшын тілінен корей тіліне енген сөздердің барлығы осы өмен жазылады. то. Waiter деген ағылшынның официант деген сөзі бар ғой. Содан шыққан официант. Waiter. 8-ші бізде о және а әрпінің қосындысынан мысалға wine. Вино. 9-шы бізде қандай әріп болды? Ви болды, Ви. Бұға мысалға күй. Құлақ деген сөз. Құлақ. 10-шы әріпіміз біздің у және о әрпінің қосындысынан болды. Оған мысалға кәріс тілінің ақша валютасы, он ақша, кәрістердің ақшасы валютасы. Келесі соңғы 11-ші әрпіміз бізде ы және идің қосындысынан ы еді. Оған мысалға ыйса, дәрігер. Ыйса, дәрігер болмаса мысалға 의자, орындық деген сөз. Яғни осылай бұл әріптерді де жаттаудың, мысалға е әріпі, қазақ тілінде е әріпі кездесетін кез келген сөзді алып, тоже мына енмен ауыстырып, мысалға мен деген кезде, мен немен жазыңыз, мен. Яғни мына дауысты әріпті жаттаудың жолы. Мына е дегенде де е. Мысалға емен ағаш, осылай әр әріпке жеке сөзден, қазақша сөздің ішіндегі дауысты әріптерді кәріс алфавитіндегі дауысты әріптермен ауыстырып жазсаңыз, сізге ол жаттауға оңайға соғады. Осымен біздің хангыл, яғни алфавиттің бірінші бөлімін аяқталды, дауыстылар бөлімі. Екінші бөлімде дауыссыздарға тоқталатын боламыз.